Сәлем достар, осындай әдемі тесік болып шығатын блинчиктер жасаймыз. Бірақ сүтте емес, суда жасайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Ал менімен бірге болыңыздар. Бисмиллах деп 3 жұмыртқамызды алып, жарып, оның жақсылап блинчиктің көмегімен араластырып алатын боламыз. Оның үстіне қантымызды салып, және қанты ерігенше жақсылап араластырып алатын боламыз бұны да. Біздің массамыз осылай ұлғаяды. Одан кейін чайный ложкамен нан содасын саламыз. Үстіне 3-4 қасық сұйық май, суымызды, үй температурадағы суымызды салып жақсылап көпіршітіп араластырып аламыз. Ситадан өтілген ұнымызды бөліп салып, іртіктері қалмау керек, жақсылап отырып араластырып алатын боламыз бұны да. Бірден салып жүрсеңіздер, қатты қою болып кетеді. Сол үшін бөліп ұнымызды салып араластырып алатын боламыз. Одан кейін дәл осы массамызға, қоюлау массамызға ыстық қайнаған суымызды құямыз. Бұны да аздап құямыз. Біздің содамыздың дәмі шығып кетпеу үшін осылай ыстық сумен құйып араластырып алатын боламыз. Мінекей бізде сұйық масса шықты. Дәл осы массамызбен блинчигімізді жасайтын боламыз. Табамызды газымызға құйып, қатты қыздырып алатын боламыз. Сол кезде бізде тесік әп-әдемі ажурный блинчиктер дайын болады. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіз. Қазақ контентінің дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар, достар. Дәл осы әдіспен жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Қараңыздар, қандай әдемі болып, тесік жұп-жұқа болып шығады. Ешқандай ойламайды, сүті жоқ деп, дәл сүт тәрізді болады. Жесеңіз, ұнатып қаласыз. Мінекей бізде осындай сұлулық шықты. Қараңыздар, қандай әп-әдемі болып шықты біздің блинчиктеріміз. Осылай екі жағын бірдей қылып қызартып пісіріп аласыздар. Одан кейін жақындарыңызға ұсынсаңыздар болады. Бізге ас болсын.